неге. Сол бауырларым арқылы білінген жоқ маған. Бауырларым қолпаштап, мына бір күні жаңа Кәрим деген ағамыз, жаңа жолдасы бар, Жамал деген. Содан бір күні мен қатты ауырдым. Жолдасым айтқаннан кейін, 2-3 жылдан кейін бе. Содан ауырғанда әкем барып, жаңағы ағам айтыпты, сендер мұнда неғып жатсыңдар? Ана ағырауым дейді, мен Раушанды. Ағырауым ауырып жатқанда деп. Содан аға жеңгемнің мотоциклі бар. Мотоциклмен біздің үйге келіп, жаңағы мені нетті. Маған көмек берді. Содан кейін өзім жақсы болып кеттім. Ол сол ана бауырлар арқылы білінбеді маған. Қай бауырымда да жаңа кенже сіңліме дейін, кенже сіңлім көбіне осы мына мен балдарымды өсіруге көмектескен кенже сіңлім. Мына біздер жаңағы 6 қызбыз ғой. Соның үлкені менде, мен бірақ үлкен әжемнің қызымын. Сондықтан бірақ мені олар қадірлейді. Жаңағы әженің қызы деп. Әкем айтқан бізге, мына 10 баланың ішінде кім үлкен, сол бір-бірін тыңдаңдап үйретті. Ол өте тәрбиелі. Мысалы, жаңағы қыздың үлкені болғаннан кейін мені қатты тәрбиеледі. Себебі сен қандай болсаң, кейінгі сіңлерің сенің жолыңмен жүреді деп. Бірақ та ол сол тәрбиенің, мен ойлаймын осы бәрі тәрбиеге байланысты. Тәрбиеге байланысты. Сол шүкір, сол сіңлерім аман, бірі сіңлім тек Асырқанда күйеуде, қалғандар сол Атырауда. Жақсы. Енді өмір біз ойлағанда емес, бұл жерде сізге ата жолы келді. Ата жолы ең бірінші бастап барғанда туған туыстарының қандай бір көмегі болды ма, керісінше кедергісі болды ма? Менің осы ата жолына барғанда енді оларға да ренжу болмайды, түсінбеді, маған бәрі қарсы болды. Нетті, бірақ мен ол ешкімге де қараған жоқпын, бардым ата жолына. Содан мен жаңа Немен қарсы болды? Себебі жаңа орамал тартасың дегенге. Мына басыңдағы орамалды шешті. Ең алғашқы барғанда ма 2005? Иә. Содан мен 2005 жылы барып, 2007 жылы мен онда немін, ордабасымын. Сол ордамен барғанымда жаңа Қырықбір Сонда Арыстан бабтың басына барғанда өзіме тетенім қайтты. Февраль айында бардық Арыстан бабаның басына. Сонда інім өмірден өте деп, менен кейінгі 62 жылғы сіңнім жаңа немен хабарлады. Соны кіріс бабаның батасын аларды. Сонда Арыстан баба жаңа қолдауын салып нетіп атты. Жаңа батада шықты. Сол 2007 жылы сол қызметін жасап жүрдім ғой енді ата жолының. Бәрі қарсы болса да мен жаңағы жүре бердім. Сөйтіп жеңіп шықтыңыз. Енді қараңыз, туыстар бізді бұрын басқаша өмір біз ойлағанда емес дегенде. Сіздің өткеніңіз басыңыздан менде де өтті. Кейін осы ата жолына келгеннен кейін қарсылықтар болды. Енді 2005-те мен ондай қатты қарсылық көрген жоқпын, бірақ та көбінесе барып батасын алып әйтеуір өз жұртым барды. Енді қайын жұртымнан да бірен саран кейін барды. Ал енді осы ата жолына екінші кезеңге келгенде қалай қабылдап жатыр? Екінші кезеңге келгенде бауырларым бәрі қарсы болды. Бірақ та менің кенже сіңлім айтты, оқытушы кенже сіңлім. Апа деді, өзіңізге жүрегіңіз не қалап тұр? Жүрегіңізге қалағанды істеңіз деді. Мына адам өзінде жаңағы олар мұғалім ғой, сол адам өміріндегі сол егер сен сол жаңағы жолды қадірлі тұтып нетем десең, қарсылығым жоқ. Ал сол сіңліммен тағы 64 жылғы Балымжан деген сіңлім бар. Сол екеуі жаңағыдай айтты. Қолдады. Жаңа Айжан айтады, батамды берем деп. Жаңа өзің сол ата жолына жүріп, сол арқылы жаңа нетем десең деп. Бірақ та осы кешегі мына бауырлардың шыққанда қанша деген бауыр, біз бауыр деген бір-бірін аяйды ғой. Сонда мен осыдан 2 ай бұрын қатты ауырдым ғой, осы ата жолында жүргенде. Сонда сіңлерім айтты, сен әсіресе жаңа бір сіңлім айтты, ата жолына қарсы емес біздер, мынандай кетіп жатып қалатын болсаң, біздер жаңа не істейміз деп. Сен бірінші өзіңді емдеп ал, содан кейін бар деп, содан мен жаңа Ақтілбекке бардым, 2 ай сол ем алдым, бірақ сол аяғымнан жүре алмай осында келдім ғой. Енді сіз айтасыз, ата жолында жүрдім, сосын ауырдым дейсіз. Қалай сонда? Сіз келген жоқсыз ғой. Әлде киінгеннен кейін ауырдыңыз ба?
Сіз ағаңыз қайтқаннан кейін? Жоқ, мына ол ауырғанда мен қамшыға барам деп ниет қамшыға барам деп. Ниет еткенде біздің бауырлардың бәрі не қарсы ғой, қарсы. Сосын сол мезгілде жаңа қамшыға барам дегенде барлық не сол неге ана аяғымдағы тоғымдағы қаралық кетпей деп алдына белгіде жазды ғой. Сол тоғықтан кетпеген қаралықтан содан жүре алмай қалдым. Негізі сол күні біздер Байбақтатанның басына барып түнеуге бардық, түнеп келдік. Бірақ та мына сонда жаңағы неде мен жаңағы емпешепасын Байбақтата жүргізді. Содан кейін жаңағыдай нетіп қалдым. Енді бұл жерде айтар едіңіз, қазір көбісі дайындалып жүр ғой, ата жолына қамшыға барсам деген сияқты. Сіз не істедіңіз қамшыға келгенше? Қандай амалдар жасадыңыз? Мен ораза тұтадым. Қамшыға келу үшін оразамен тек Құран, Қалипа Алтайдың Құранын оқыдым. Сосын жаңағы мына ата жолының кітабын оқыдым. Сосын Қалипа Алтайдың кітабын оқыдым. Сосын өзімді ашығумен еттім. Мына осы бір салмақ тастадыңыз. Салмақты. Мен негізі өзім дүзгелі болдым, 120 болдым ба. Содан қазір шүкірмін. 75-70 ондай болды. 30 килограммдай салмақ тастадыңыз. Иә. Енді қазір қалайсыз? Қазір келердің алдында ауырдым дедіңіз. Келгенде сізді көрдім қандай күйде. Аяғым сүйреп келдім. Иә, әзер. Мына аяғымды 29 күні үйінде келгенде аяғымды сүйреп баса алмай келдім. Содан мына дүре қамшы алғаннан кейін, дүре қамшы біткен уақытта аяғым уже жаңағы не Аманбай айтатын еді, аяғыңды жаңағы шауып кетесің деп. Сол шүкір қазір барлығы кетті. Сонда бұл ауру ма әлде? Ол мезгілде адамдар бір-біріне жанашыр болды. Адамдардың мейірімі болды. Мына қазіргі неде, мына жаңағы масондық жүйе демекші, масондық жүйемен көздерін байлап тастаған, құлақтарын кесертпей алған. Оларға тек ақша мен болды. Басқа ештеңе керек, маған. Оларға қанша берсең де бәрібір олардың жаңағы қанағаты болмайды. Неге деш? Себебі мына адамның жүрегінде иман болмаса, адамның жаңағы кеңшілігі болмаса, шүкіршілігі болмаса, ол еш уақытта да жаңағы бар адамдар бармын демейді. Бірақ та ол бар болып, жаңа қаншама байлығың болса да сенің денсаулығыңды құтқара алмайды. Сондықтан тек денсаулық керек. Денсаулығыңды қанша машинаң болсын, қанша үйің болсын, сені ешкім құтқара алмайды. Сондықтан ол кейінгеде тұрған ештеңе жоқ. Сен кейінеді екенсің, жасың үлкен. Сен ана кейінгі ұрпағыңа біріншіден үлгіңді көрсетесің. Ана көрген бала айтады ғой қазақ, үйіңде не көрсең, соны ілесің деп. Сондықтан ол құйттай болса да сенен ілет бір нені, үйіңді. Енді қазір бір айтып кетейін, кеше бір туыстарға барып, жаңағыдай бір кездесу болды да, сонда маған қарап таңғалып жатыр, сықтамадың ба, кеше болды ғой. Жоқ, мен қайта рахаттанып жүрмін. Ол кісілер жаңаштанып қапты. Енді шын мен енді ұялдым, келін болам ол кісілерге. Айттым енді. Екен, мынау келіннің алдында сол жүрген деген сияқты. Сосын намаз оқисыз ба дедім, жоқ деді. Ол әлі ерте дейді. Сонда жастары 80-ге жақындап қалды. Екіншісі тағы да қайнағам, енді ол тым шешім тастапты. Барып жүгіріп киініп жатыр да. Енді ол кісіге айтып жатырмын, осылай біз енді қолөнермен айналысамыз, сондай қызметте, әлі қызметте жүрек. Сол жерде сондай айтсаңыз, ұсыныс жасаңыз, маған емес, жалпы халық қазір қолөнерін көтеріп жатыр дегенде, о, жоқ, қазір оны ешкім қолдамайды, жүр дейді, келеді дейді, кабинеттерге барады дейді. Сонда айтады дейді, біреуге көмек түссем дейді. Жасып жүр. Бұл кісінің үлкен кісі болып қалды, 80 жақын. Көмек ретінде, қазір жастарға үйрету ретінде алып жатыр ғой. Сонда жас балаға айтсам дейді, маған көмексі, маған одан не болады деп айтады екен. Мынау қазір, мынау ақша. Мен саған, сен маған. Иә. Сонда дейді, жоқ дейді, мен сіздер мүлдем түңіліп қалғанда бұл өмірде. Сосын мен айтып отырмын, осылай енді ата жол деген жоқпын, жалпы сіздер енді бұл өмірден кетесіздер. Сонда не қатырасыздар? Бұлай қарасам, үлкендер ойламайды екен. Жоқ, оларды... Кезінде ол кісілер болды, бәрі болды. Өмір ойлағандай болмайды деген, енді үйден шыға алмай отыр. Өмір біз ойлағандай емес. Үйден барлық байлық бар. Үйден шыға алмайды. Жолдасыма шыққасын айтамын, әй, мен бай болғым келмейді.
сосын осылай байланып отырғым келмейді қартайғанда. Мен осы жүргенім тәуба деймін. Баратын жерге барам, айтатын жерде айтам. Енді тамақша ғана болмаса, керемет емес пе? Сондықтан өмір ойлағандай болмайды. Ол кісілер ойларды ма, солай боламыз, осылай отырамыз деп. Бара алмайды ешқайда, қонаққа да бара алмайды мысалы. Барса әзер барып келеді. Осы жерде не айтар едіңіз? Мен осы жерде айтатыным, мына адам ол кісілерде мысалы кінәлі емес. Себебі ол жаңа масондық жүйеде жаңа айттым ғой, көздің бәрін байлап тастаған, құлақтарын кесіп қалған. Оларға болған сайын жетіспейді. Наоборот, сізде жоқ болса да сізден алып кеткісі келіп тұрады. Себебі оларға айтады ғой баяғыда, қанағаттық қарын тойғызар дейді. Ол қанағат болған жерде солай болады. Бірақ та ол жаңағы адамның денсаулығына ешқандай байлық араша бола алмайды. Сондықтан ол ар жағында ұрпағын ойласа, өзі өмірден өткеннен кейін менің ұрпағым артымнан Құран бағыштасын десе, олар әлі де кеш емес. Бір сәтін салса, нағыз ниет етсе, ол ертең ақықта оқып кетуі мүмкін. Ол әңгіме ниетінде болып. Сосын мына ата жолы туралы айтып кетейін дегенім, мына ата жолындағы ордабасымыз болады ғой. Сол ордабасымыздың ең біріншіден адамға кең болу керек, ордабасы кең болу керек, пейілі кең болу керек. Сосын мына адамға түсінетін несі мол болу керек, түсіністігі. Себебі мына осы ата жолына келген адамды біз игермеу керек. Солай емес пе? Келдің бе, біз оны жаңағы нетіп, қолдап, о кісіге жаңағы қолымыздан келгенше өзіміздің білгенімізді үйретуіміз керек. Сонда жаңағы ол кісі мысалы бірінші келіп жатыр. Бірінші келген кісіде бәрі қате болады. Солай емес пе? Я дәретіңнен қате болады. Яғни білмегесін ол, білмеген жердің ойшоқыры көп деп, сондықтан ол мейіріммен істеу керек. Мен осы ата жолында негізі айтып кетейін дегенім, адам мейірімді болу керек, кең болу керек. Кең болсаң кең болмайсың дейді. Сосын мына әр уақытта да мына жүрегіне жақсылық тамып тұру керек. Айтады ғой, сіздің қасыңызда отырғым келеді, сіздің қасыңызда отырсам, бір ем-шипа жүріп жатқан сияқты. Сондай болуымыз керек біз. Себебі мына келген кісіні өзімізге неткенде, сондай мейіріммен отыруымыз керек. Мейірімді болуымыз керек. Сосын пейілің кең болу керек, пейілің. Тарылмау керек. Еш уақыт алмайды. Мына тарылмасаң, Алла саған береді. Сол өзің қанша шығардың, соның өзің екі есе қылып бермесе, төмен бермейді. Біз түсінбей жатырмыз оны. Дұрыс айтасыз. Қазір адамдар бұрынғыдай емес, көп нәрсені түсініп қалды. Мен қараны айырады. Сондықтан да мынау кейбір кезде шығып жатады ғой ютубта, ол да керек салыстырмалы түрінде. Өзінің нақты жолын табу үшін ол қарсылықта болу керек. Қарсылықпен келдік қой осы ата жолына. Бәрі солай ғой. Сондықтан бұл жаңағы айтып отқаныңыз өте дұрыс. Адамның ата жолы, мынау бірінші ата жолында енді біз жүрек ашып халыққа жұмыс істедік қой. Ол кезде қатаң да болған шығармыз. Енді қазір олай халықты бұра алмайсың. Қазір тек мейірімді болу керек, кең болу керек. Дипломат дей ме? Иә. Сондықтан мен осы осы Астана қаласында жүріп жатқанымда, Сарыарқаның төрінде, мына жаңағы көлікке мінеміз ғой, автобусты. Сол көлікке мінгенімізде, жаңағы автобус тұратын тұрақты жерде тұрғанда, барлығы бізге қарайды. Үлкендер бәрі сәлем береді. Жаңа балдарға дейін жаңа жақсы өзімен қарайды. Көсінде келатқанда бір күні жаңа таксидегі бір бала, сізді мен өзім туған әжемді көргендей көрдім. Сіз әже, сіз тек қана отырасыз деп. Ешқандай пұл төлеймін деп нетпеңіз деп. Мен қанша тұрады деп сөйтіп айттым, ақшады достар. Сонда айтты. Мен әжемді, туған әжемді көргендей болдым деп, соны Алла сыйласын, ол бала сөйтіп бізді әкеліп тастады. Сол мына адам өміріндегі айтарым, мына Сарыарқаның төрінде жаңағы әрбір неде аялдамада тұрғанда да жаңағы сұрап жаңағы сұхбат алып жатыр. Жаңағы сосын мына бізге жақсы көздермен қарайды. Мына орыс халқы өте сезімтал. Себебі бізді көргенде кәдімгі бүйтіп жаңағы сәлем етеді бізге. Ол ризашылық,
риза. Олар түсініп тұр, көрдіңіз бе? Осы ата жолының жақсы не алып келетін. Мен осы ата жолын айтарым, осы Алла тағала осы шыңның шыңына шығып, осы Ақжолтайымыз сол бізді халықты ойлап, бізді әрбір жаңағы қиналып жүрген халқымызды көтеріп жатқанына қарай ол кісіге айтарым, айтады ғой, мына артынан сөзге құлақ аспауға болады. Себебі ол бірінші Алла деген, Алладан күшті емес қой қай адамды. Сондықтан мына ертеңгі күнде мен мына ата жолын жақсы немен көріп тұрмын. Себебі ертеңгі мына әрбір қалада өзінің жаңағы қолдаушылар болады. Ізбасарлар болады. Ол көпке кеткен жоқ. Жақын жерде жүр. Алла қаласа осы мына айтады ғой, әртүрлі айда болады деп. Бірақ осы мына осы июль айына ал дейтін еді. Маусым, шілде айында қиындықтар болып жатыр. Енді үйгенмен негізі июль қиындықты еттік. Бірақ та соның кері енді келесі айлардан басталады негізі. Келесі айлардан бастап жайлап халқымыз көтеріледі. Себебі мына ата жолын бәрі түсініп жатыр. Осы басқа жерге барғанда да мына осы барлығы қызығып көздерімен қарап бізге жаңағы әже деп сәлем беріп, оның өзі сол не ғой, ана кішкентай балдар деген бізге тек жабысып жатады. Сыйластық қой. Сосын айтып кетейін деген, менде ата жолында 2-5 жүрмін ғой менде. Сол қайнағаларым бір түрлі 100 грамм құймаймыз үйде, әңгіме болды ғой енді. Күледі, айтады. Енді кеше сол бір қайнағам, қайнағы болады енді, жезде қайнағы бола ма, сол кісі маған айтады, молодессің дейді, жарайсың дейді. Маған басқа сөз керек жоқ болды да. Біз енді ол деген халық қазір ізденісте түсініп жатыр. Ата жолының әлемді құтқарады дегенде бүгін тағы да мен өзім бір разы болған, таңертең қызыммен жолдас сөйлесіп отыр екен. Сосын бір әңгімені айтты. Қазір ютубтан 3-4 шығып жатыр ғой. Петропавл, орыстардың омбысын алып қоямыз орыстар депті. Біз аламыз оны, аламыз дегенде, сонда астында комментарийін оқысам дейді, орыстар айтады дейді. Біз ешқайда кетпейміз. Біз соғыссақ, Қазақстан үшін соғысамыз деген. Қараңызшы. Бүткіл Германия Қазақстан үшін. Жоқ, қазіргі мынау егер сондай орыстар бізді алам десе, сөйтіп айтып жатыр дейді. Бұл да қарасақ біздің еліміздегі орыстар бізді біледі ғой, қандай халық екен. Біздің кеңдігімізді көріп тұр ғой, біліп тұр ғой, мейірімділігіміз. Өзіміз жемесе де соларға бердік. Сіз айтып жатырсыз, неге олар біздің қазақша кигені қуанып жатыр, бастан иіп жатыр, кезінде бүйтіп иіп жатыр. Андай жарылыстар болды. Ал қазақтар еш уақытта ешкіммен соғыспаған. Тек қана мейірімді. Келсе ғана қорғаған жерін, сондай халық болған. Олар біледі, біздің тарихты біледі. Сондықтан осыда бір қуанып, бүгін сол таңертең қызым, қызым айтады, сол комментарийін оқып дейді, жылағым келіп кетті дейді. Сөйтеді ғой. Сонда айтам, мына қыздарымда да бар екен ғой. Қуаныш хабар келеді деген сол ғой. Елшілікке, еліміз деген сүйіспеншілік бар екен. Маған қарсылық болса да, енді ата жолына деген олар жүр ғой, бұрынғы немен жүр. Ал енді қазіргі кезеңде кішкене қағидада мүмкін біз дұрыс басында көрсетпедік па, жалпы енді біздің тәрбиеміз де ма, ортамыз ба, енді соған мен өзім лайық болу керекпін. Балаларым мені түсініп, осы жолда алып кету үшін. Әмин болсын, әмин болсын. Қарсылық бар ғой балалардан. Бірақ та бұл жерде мен айттым, мен ана сау жүргенім керек па, әлде төсекте жатқаным керек па? Кешегі тағы бір дәлел күйеуім жолдасым айтып, міне, мен осындай болғым келмейді. Жүре алмай, шай қоя алмай күйеуіне. Күйеуі жүгіріп шай тамақ жасайды екен. Мен өз аяғыммен жүріп, күшім барынша осы жолда өзімнің ала берген жасымды жасап, шүкір. Өзіме қызмет істеп кетсем деген арман. Әжеміз айтатынды, біреудің қолына қаратпа, ажал берсең 3 күндік бер дейтінді. Сол. Сонда не деп ойлайтынбыз енді былай? Біреудің көзіне қаратпа. Балдарына қиындық көрсеткісі келмегені ғой. Сол әжеміз, нағашы ағамыз де, әкем жағынан әжем өздері жеңіл 3 күндікпен ғана қайтып кетті. Жеңіл төсекке біреуге не болған, масыл болған. Оны бәрі сөйдеп айтты.